Ассалаумағалейкум достар, амансыздар ма? Жаттығу барысында көптеген ой түйіндейсің, ой жинақтайсың. Көкейде жүрген андай мазалап жүрген ойлар одан ары мазалайтып еді ғой. Қазір әрине бізде әлемде бокстер жауларын деп бір деп біледі. Оған себеп көптеген олимпиада чемпиондары және кәсіпқой бокстағы Гена және Виктор тағы да көптеген жастар әлі бұйырса бағына ашқан көптеген ойдамыз, ниеттеміз. Бірақ әуесқой бокстың биылғы жағдайын өздеріңіз көрдіңіздер. Жаңағы өткен олимпиададағы жағдайы енді қуантарлықтай емес, мақтанарлықтай емес болып қалды. Бірақ енді әрбір сәтсіздік ол одан бір ойын түйіндесең, бір шешім қабылдасаң дұрыс, ол енді сәтсіздік емес, сәттілікке бастар бірінші жол болып саналады. Енді мен өз тарапымнан өз ойым, қазақтың қойшылардан қалған бір сөз бар, атты ат сақтайды деген. Яғни ол қалай дейтін ғой, сөйтсем қойшыда бір ат болатын болса, күнде ол бір атты мінеді да, күнде міне берген ат тозады ол, қойдың басында, малдың қасында жүрсе. Екі атың болса, екі күн бүресін мінесің, екеуі де форумда жүреді да. Енді қараңыз, бұл мақалдың боксқа не қатысы бар десеңіз, өздеріңіз білесіздер, кәсіпқой бокс пен әуесқой бокс дейтін бокс бар. Әуесқой бокстың отанымызда енді Құдайға шүкір. Бірақ ол жердегі әр боксшының бәріміздің мақсатымыз болған, ол олимпиада 4 жылда бір-ақ рет болады. 4 жылда бір-ақ рет, бір салмақта бір-ақ алтын, бір салмақта 32 лицензия. Яғни 32 адам қатысады бір салмақта. Енді ойлап қараңыз, 4 жылда бір болады олимпиаданы күтіп жүріп, ол енді статистика қараңыз, қазір жер бетінде 7-8 миллиард адам болатын болса, 7-8 миллиард үшін бір алтын ол өте аз да енді былай қарасаң. Сонда қалған адамдар, қалған боксшылар не олимпиаданы күтумен қартаю керек па деген ой келеді. Яғни 4 жыл күтіп, бір циклға 4 жыл дайындалады, одан ол олимпиада қалып кетсе, екінші олимпиадаға барады. Екінші олимпиададан одан кейін қартаяды да, бұл істерін істеп бітеді. Сөйтеді да, орындалмаған армандар, жаңағындай несостоящий артист дейді ғой, болмаса адам сондай бағашылмаған художниктер болып қалып жатқан жағдайын көреміз. Спортшыларымыз жаңағындай телеохранитель, телеохранитель болып кетіп жатыр. Ол болмаса көшеде бандит болып кетіп отыр. Яғни оның алдын алу үшін не істеу керек? Қазір кәсіпқой бокс еліміз дамып келе жатыр. Дәл сол жайды пайдаланып, яғни бірінші номерде олимпиадаға кете берсін, екінші номерде құр жаңағы олимпиадаға баратын жігіттің спарринг партнері қылмай, оны кәсіпқой боксы дамыту керекпіз. Иә, түсіндіңіздер ма? Сол кезде ол боксшының еңбегі елге зая кетпейді. Және де олимпиадаға суырып шығам деген балаларда да не болады? Үміт болады да, егер барамаған жағдайда кәсіпқой бокстан оны арғы әлемдік аренаға, Америкаға, үлкен рингке жетелейтін команда бар екенін білетін болады. Яғни қараңыз, кезінде мысалы әуесқой бокста бас бапкердің жұмысын істеу оңай болған жоқ, бірақ қазір одан да қиындай түсті деп ойлаймын. Дұрыс түсінікпен қарайтын болсақ, яғни бұрында енді біздің Қазақстанда білесіздер, бір салмақта 3-4 боксшы ол былай қарағанда тең дәрежеде бокс еді. Жаңағы полуфиналға кірген адамдардың бәрі. Қайсы біреуден алып кетсе де, біреудің көкесі звондайды, біреудің ағасы звондайды. Сол звондап біреу кетсе де, ол бас бапкер үшін бір қатты уайым емес екен, ол барып жоғары дәрежеде еңбек өнер көрсететіндей жағдай болған. Ал қазір бірінші номер егер кәсіпқой боксқа кетіп қалу мүмкін, или болмаса әділетсіздік істейтін болса кәсіпқой боксқа алып кетуі мүмкін екенін білгеннен кейін бас бапкер барынша әділ қарауға тырысатын болады. Мен ойымды түсінді деп ойлаймын сіздерге, оны бокс түсінетіндер мен бірден жарты сөзбен түсінген шығар. Сол бауырлар, сол кезде елімізде кәсіпқой бокста, әуесқой бокста қатар тізгінді тең дамытатын боламыз. Одан бөлек кішкене коррупция дейтін нәрседен де бір шет ойлар еді. Сол аман болыңыздар.